Бүгін сіздермен ұңғырдақтың ең оңай жасалу түрімен бөлісетін боламын. 500 грамм ұнға 1 жұмыртқа, 250 мг су, жарты қасық тұз салып, ұнымызға құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырды 15 минут тындырамыз. Осы уақытта етін дайындаймыз. Ыстық қазанға май құйып, пияз салып, етін саламыз. Тұз салып, араластырып, ақырын отта өз суына пісіреміз. Ет жыбырлап қана қайнау керек. Тынған қамырымызды алып, екіге бөліп, жұқа қылып жаямыз. Жайылған қамырға май құйып, жақсылап жағып, орама жасаймыз. Дайын орамамызды қайнап тұрған суға буға 20 минут пісіреміз. Етіміз жұмсарып піскен соң үстіне сәбіз саламыз. Шамамен жарты стакан су құйып, сарымсақ салып, ақырын отта бұқтырамыз. Піскен орамамызды алып, қол шыдайтындай болғанша суытамыз. Орамаларды кеспе сияқты кесіп шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай суы көп емес, осындай болу керек. Үстіне кеспемізді салып, жақсылап араластырып, қонаққа ұсынамыз. Бұл тамақ өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіз.